Ақмола облысында туған бөлесінің қолынан мерт болған асаба жігіттің өліміне қатысты сот жалғасып жатыр. Ал марқұм Абылай Шыңғысовтың туыстары бұл іске 5 адамның қатысы болса да, айыпталушы орындығында біреу ғана отыр дейді. Олар қазір басқаларының бостандықта жүргеніне наразы. Көкшетауда өтіп жатқан сот процесіне тілшіміз Айзат Тұрғынбек қызы қатысқан еді. Сәлем Айзат. Марқұмдардың жақындарының айтуынша оқиға қалай болған екен? Кеш жарық қайғылы жағдай өткен жылдың желтоқсан айында Красивый ауылындағы мына үйде болған. Қазір бұл үйде ешкім тұрмайды. Өңірде асабалық өнермен танылған Абылай Шыңғысовты дәл 30-ға толған туған күнінде өз үйінде өлтіріп кеткен, таңға жуық шырт ұйқыда жатқан отбасының шырқын бұзған оның туған бөлесі екен. Сол түнде жиенімін деген соң нағашы апасы Зәуреш еш жамандық ойламай есікті ашыпты. Оның айтуынша қолдарында темір сүймен, ағаш ұстаған 4 жігіт кіріп келіп, ұйқыда жатқан ұлын ұра бастаған. Үйге кірген бетте ұйықтап атқан жерінен ешқандай оятқан жоқ. Бізді жібермейді. Екеумізді қайта-қайта есіктің алдына қарай лақтырып тастайды. Өлтірді деп құр айқайлап жатыр. Бір кезде балалар бәрі шыңғырып жылап жатыр. Біреу ғана отыр мойнын алып, групповой. Өйткені 4-еу бірдей үйге кірді. Ұрып, сүйретіп далаға алып шықты. Сол күні Абылай достарымен туған күнін атап өткен. Анасының айтуынша үйге масаң күйде оралыпты. Сол күні бөлелердің арасында бірін-бірі араққа жұмсап, сол үшін кикілжің болған кейін естіген, бірақ түкке тұрғысыз дүниеге бола екі бөлесінің жігіттермен келіп, адам өлтіру миға сыймайды дейді анасы. Қазір отбасы бостандықта жүргендерден қорқып, әрі қанды қылмыстың куәгері болғандықтан үйді тастап кеткен. Екі балам міне кішкентай көріп солар үшін қорқып сол жақтан қашып кетуді ғана ойладық. Қазір Қостанайда енді туысқандар үйін жағалап жүрміз. Өйткені үйіміз жоқ, басымызда. Айзат, қазір бұл іс бойынша бір адам ғана сотта айыпталушы ретінде отыр екен. Марқұмның туыстары үйге 4 жігіттің кіріп келгенін айтып жатыр. Қалғаны қайда сонда? Марқұмның туыстарының ашуын келтіріп отырғанда осы жағдай ғой. Негізі Абылайды сыртта қалып қойған 5-ші адам, яғни жаңағы туған бөлесі өлтірген көрінеді, ал қалған 4-еудің 3-еуі жеңілдеу бап бойынша тергеліп жатыр екен. Қазіргі уақытта ол 3 күдіктіге қатысты тұрғын жайға адамның еркінен тыс басып кіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Олар 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазір қолхатпен бостандықта жүр. Ал Красивыйдағы қанды оқиғаны топтасқан кісі өлтіру деп санайтын жәбірленуші тарап бүгін прокуратурадан істің қайта тергелуін талап етті. Олар әділдікке жетпей қоймаймыз дейді. Айта кетейін, бостандықта жүрген 4-еудің де біреуі марқұмның туған бөлесі екен. Студия. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан көкшетаулық тілшіміз Айзат Тұрғынбек қызы.